Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сако кезет арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге ойын лагать ететін болса, немесе ойын зависать ететін болса, не істеу керек, сол жайында айтатын боламын. Яғни кейбіреуіміздің телефонымыздың характеристикасы төмен болғандықтан ойындар зависать етіп жатады. Ондай жағдайда бізге көмекке келетін программалар өте көп, бірақ та оның барлығына бірдей сене беруге болмайды. Кейбіреулері көмектескенімен олмен бірге рекламалар шығып кетіп жатады. Енді бүгінгі видеода біз сіздерге қарапайым өте керемет программаны ұсынатын боламыз. Ол үшін телефонымыздан Play Marketке кіреміз. Play Marketке кіргеннен кейін дәл осылай Granify деп жазамыз. Жазғаннан кейін бізде бірінші программа пайда болады, яғни Granify деген жапырақтың суреті тұратын. Осыған басамыз және де установить батырмасын басамыз. Енді программа телефонымызға жүктелгенше дейін күтеміз. Сізде кіргеннен кейін дәл осындай меню пайда болады. Осы жерден далее кнопкасын басамыз. Енді осы жерде рабочий режим. Сіздің телефоныңызда root болса, мое устройство с рутом дегенді таңдайсыз. Егер де болмаса, мое устройство без рута дегенді таңдайсыз. Егер де бар немесе жоқ екенін білмесеңіз, онда я не уверенге басасыз. Яғни ол сіздің телефоныңызда root бар ма, жоқ па, сонан автоматически білетін болады. Енді достар, сіздердің көбілеріңізде root права жоқ болуы мүмкін. Егер де root права алғыларыңыз келсе, менің каналымда видео бар, сол видеоны міндетті түрде қарап кетіңіздер. Яғни root праваны телефонға қалай алады, сол жайлы видео бар. Соны міндетті түрде қараңыздар. Енді сіздердің көбісіңізде root жоқ болғандықтан мен мое устройство без рута дегенді таңдаймын. Осы жерден далее кнопкасын басамыз. Готово. Осы жерден закончить батырмасын басамыз. Мінекей, енді бізде жұмыс жасап тұрған программаларды көрсетіп тұрады. Яғни сіздерде басқа да программалар жұмыс жасап тұруы мүмкін. Менде дәл қазір осы екі программа жұмыс жасап тұр. Енді бұларды тоқтатуымыз керек. Яғни бұл программалар жұмыс жасап тұрса, онда сіздің ойыныңыздың қатуына себепші болады. Яғни осы программалар. Енді мысалға мен VK MP3 модты тоқтатқым келеді, яғни жұмыс істемегенін қалаймын, яғни жұмыс істемегенін қалаймын. Және де достар, сіздерге ескерту, егер де сіздер осы программалардың жұмыс істеуін тоқтатып тастасаңыздар, сізге VK-дан келген сообщениелер немесе WhatsApp-тан келген сообщениелер уведомление келмейді. Мысалға VK-ның жұмыс жасауын тоқтатсам, онда маған VK-дан келген сообщениелер уведомлениемен келмейді. Сіз оған кірсеңіз, ол автоматически жұмыс жасап, сол кезден бастап келе бастайды. Енді мен VK MP3 модқа кіремін және де мінекей астында ZZZ деген батырма тұр, яғни осыған басамыз. Осы жерден продолжить батырмасын басамыз. Енді осы жерден сізге осындай настройкаға кіріп кетеді, астыға түсеміз. Осы жерден мінекей Granify автоматизированная дейміз, сондай бірнеше тұр достар. Енді орыс тіліне жоқ болғандықтан маған оқу қиын болып тұр әрине. Осыған басамыз және де осыны іске қосамыз. Да батырмасын басамыз. Болды. Енді тағы да VK MP3 мод деген таңдаймыз. Бұл жолы тағы да ZZZ дегенді басамыз. Мінекей өзі автоматически программаны тоқтатып тастайды, яғни көріп тұрғандарыңыздай тоқтап тұр. Маған енді VK-дан ешқандай да сообщение келмейді. Және де сіздің озуыңыз, яғни оперативный памятіңіз біраз босап қалатын болады. Дәл осылай ойындарыңызды зависать еткіздірмеуіңізге болады. Жалпы мен өзім осы программаны қолданамын. Менде Free Fire бұрындары зависать ететін, қазір құдайға шүкір жақсы жұмыс жасап тұр. Сіздерге де осы программаны ұсынамын. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сако кезет арнасы. Қош сау болыңыздар достар.